әскери қызметшілердің, мерзімді әскери қызметшілердің жатын үйлерінде және де оқу жаттығу өтетін класстарында камералар орнатылған. Ол камералардың бәрі сол әскери бөлімнің әскери қызметшісіне шығарылған орталыққа. Сол жерде әскери бөлімнің көмекшісінен бөлек оператор тағайындалып, бәрін қадағалап отырады. Егерде бір жерде бір келеңсіз жағдайлар болып жатса, тез арада сол жерге басқада лауазымды адамдардың барып араласуына арналған. Екіншіден, ол камера, 10 камера қойып қойсақ та, екі солдат, екі әскери қызметші бір-бірімен, жаңағы әлімжеттік сіз айтқандай жағдай болса, ол камера жүгіріп көп екеуін ажырата алмайды ғой. Жаңағы мен айтып отқан, рота бойынша кезекші, оның екі тәуліктік көмекшісі бар, серіктес, қасындағы жауынгерлік досы, және де жауапты офицер. Ең эффективті, жақсы жұмыс істейтін тоқтатуға осы шаралар.